Bugün ötken zamanda yaxsılık ve жамандык деген екі адам болды. Bir күні жамандық жаяу жүріп келе жатса, артынан бір атты кісіге керек жерге жақсылық. Олай болса сен қазір мына атқа мін де біраз жер жүріп барып түсіп, сен атқа кейін соған кетті. Содан соң жамандық атқа мініп алып сол кеткеннен жақсылық жарар деп балалар мына ертеңде не түсінді? Жақсылық пен жамандықтың қандай айырмашылығы бар екен? Ол атаны оқып берген жақсылық пен жамандық ертегісінен мен былай түсіндім. Жақсылық жасасаң, өзіңнің көптеген армандарыңа жетесің. Ал жамандық жасасаң, өзіңнің мақсатыңа, армандарыңа жете алмайсың. Мен Бұл ертегіден менің түсінгенім, адамдар жақсылық жасаудан шаршамау керек. Ал балалар, ертектің бәрі мағынасын жақсылап түсінді. Сендердің мынау туған жер, отан туралы, еңбек туралы мақал мәтелдерін көрейік. ата, қазір екі топқа бөлініп, мақал мәтел айтудан жарысайық. Ой, бәрекелді. Менің оң жағым бірінші топ болсын, сол жағым екінші топ болсын. Бірінші топ бастасын. Білекті бірінші шығар, білімді жынды шығар. Жасыма жолдасқа қандай оқу білім уақыт білім шығар. Ақыл көпті жауана, осы көпті жауана. Туған жерде жер болмас, туған жерде Бұл мәтелдері жақсы, достық жерде екі жағым тең болмайды. Енді сендердің білімдерін түсіндіріп көрейік. Мен басын айтам мақалдың, аяғын жалғастырасыңдар. Туған жерде жер болмас, туған жерде жер болмас. ерді намыс өтеді, Енді қансыз. бір жеңнен қол шығады, Бір жағадан бас шығар. ағайын атын болса, Артық артын басын басты. ерді намыс өтеді. Аяғында намыс.